Ассалаумағалейкум дейер. Қазіргі таңда қазақтар бір деңгейге келіп қалды. Түсініктеріменен ол түсініктердің бәрі мен схемамда тұр. Соған бәрі жан жақтан келе жатыр. Антиислам болсын, абаданы болсын, академигі болсын, академиктің қасында жүрген Нұрболаты болсын. Бірақ әркім кішкене ошибкалармен келе жатыр. Алдында мен бір Асылжанның эфиріне кіріп айтқанда өзін ақылды алып көрсеткісі келеді, үйтеді, бүйтеді, бірдеме деген әңгіме айтқан. Бірақ қазіргі таңда сол айтылып кеткен ұғымдар менен терминдердің бәрі қазақтық екенін, мұсылман деген сөз қазақтық екенін, соны аттап өтілмейтіндеріңізді, садақа деген сөз қазақтық екенін, қазақ исламнан бұрын болғанын, қазақ христианнан бұрын болғанын, олар осы атаумен болмаса да, осы қазіргі таңдағы түсініктен кетпегенін, сол ежелгі заманнан келе жатқан әлем сақтан бері бар екенін көрсететін ұғым. Ол қазіргі таңда Сәукеле жайлы алдында не жазған едім, соған кешегі таңда қайтадан сол Сәукелені Абаданның эфирінде қозғадым. Бәрі де әңгіме айтты, бәрі де бір точкаға келе жатыр. Үш жақтан, бірақ бір-бірін тыңдап, бір-бірін ұқпай отыр. Бір-бірін ұға қойса, ән жерде бүкіл қазақтың дүниесі орнына келе қоятын жер. Кезінде Сәукеле деген сау келе дейді. Киет, значит, сау жету керек аяққа. Оны неге киеді? Ол неге өлі тірі деген неден басталады? Өлі тірінің ұғымын Әлинұр әдемі айтты. Ол солай негізінде. Ал ана кім? Кен Конга. Ол бірдемеге жатып алып, біздерде кеміткен ештеңесі жоқ. Кезінде батырларды сау салайманы менен, жылқысы менен, бүкіл дүниесі менен көмген сақ заманында. Оны жоққа шығарсаңдар, Сәукеле менен көмген дегенде, онда жаңағы сайсалманы менен, батырдың қылышы менен, несі менен, байдың жылқысы менен, құлы менен, несі менен көмгенде жоққа шығарыңдар. Ал ол жерде дау қылатын ештеңе жоқ. Бұл дауды туғызған теріс молда. Теріс молданың жаңағы маған бір имам ба, ұстаз ба, соның айтқанына. Ол жерде қазақтың дүниесі сол кезде сондай көзқараста болғанын, оны ешкім жоққа шығармайды, шығара алмайсыңдар да. Ол жерде ешкімді кемітіп отырған жоқ. Ол сол кездегі дүние бері қарата келгенде, сақ заманынан бері қарата қазақтың қазіргі таңдағы жаңағы кешегі күнге дейін, осыдан бір 40-50 жыл бұрын кісі қайтқанда ана кісінің дүниесін таратып беретін еді. Сол сақ заманынан қалған ұғым. Қазақ о кезде ана жақта өмір бар деп түсінген, артынан о жақта өмір жоқ екенін түсінген. Содан кейін ана кісінің дүниесін бәрін тек әшейін далаға көміп тастамай, мына қалған дүниеде соларға қарата таратып беріп, соны игілігіне қолданып, нететіндей алған. Тек қана жылқысын құрбандыққа шалған. Құрбан деген сөз де исламнан басталмайды, Ибрагимнен басталмайды. Ол сөздің бәрі ар жағында бар зат. Қазіргі таңда біздің өз дүниемізді түгелдеу үшін біз қазір мына кеше жебеменен сөйлестім мен. Олар мына Совет үкіметінің кезінде айтатын еді. Россия, орыс, старший брат, содан қазақтың дүниесі басталады деп. Солай ұғындырып, содан әрі қарата жеткізбеді. Енді ол старший братымыз қазіргі таңда біздің дүниемізден кетті, әрі қарата бара беріп, екінші старший брат тап болды бізге. Біз қазақ болғалы, мұсылман едік, мұсылман болмағанда біз адам емес едік. Сол ұғымнан шыға алмай отырдық. Қазақтың құдайы бар, қазақ құдайсыз болмаған,
Сондықтан ол Құдайды жаратушы деп түсінген қазақ. Ал жаратушы деген жар деп өлең айтады. Ол дүниенің бәрі қазақтың дүниесінде тұнып тұр. Бірақ біз оны көргіміз келмейді. Біз қазіргі таңда ана кезінде старший браттың ұғымынан әрі кете алмай қалады. Қазір біз Құраннан әрі кете алмай отырмыз. Ал Құраннан әрі бір шақ кетсек, сонда оның ар жағынан қарай бастасақ, біз Аллаға да жетеміз. Алла деген сөздің мағынасын, мәні, қайдан шыққанын, ол да түріктің еншісі екенін, оның бәрі көрсетеді. Оны мына қазіргі таңда жаңағы антислам, Атилла солар қозғап жатыр. Олардың да сөзінің жаны бар. Бірақ соны бір жерден шығуға қалыптасатын не болмай тұр. Ал о дүниенің бәріне, соның бәріне жетіп орнына қоя берсек, сәлем деген сөз қазақтық екенін, мұсылман деген сөз қазақтық екенін, тәңір деген ұғым не екенін, Құдай деген жаратушы екенін, соның бәрін орнына қоя қойсақ, біз орнымен бәрін орнына жинаймыз. Қазіргі таңда енді бір болар болмас әңгімеменен өздері нені Құдайды айтып отырып, Алламын, мен мұсылманмын деп отырғаны, сен мұсылман емессің деп отырғандар, тек әшейін далбаса сөз, спекуляция, тек әшейін қулықтың несінен әр жағынан шыға алмай отыр. Өздерінің дүниесінен өздері түгеліменен жетілмей отыр. Екі жақтан келіп, бір нені кеміріп отқанын өздері түсінбей отыр. Бірақ өздерінің көзқарастарын екі жақта өзінше көрсетіп, бір ұғымда, бір қазақтың дүниесінде бар екенін түсіне алмай отыр. Алла деген болмаса, Құдай болмады деген әңгіме емес. Алла ол түсініктің де түбінде, мен баяғыда бір эфирде айтқанмын, ертең сол Аллаға жетеміз. Мына Шыңғысханды біз қазіргі таңда қазақ делмейміз. Неге дейді? Ойбай, ол түрік болған дейді. Ал түріктің дүниесін айтып келсең, ай, ол түріктер көп қой дейді. Тағы бір деме, соның бәрін біріктіріп, бір жерден шығаратын нәтиже болмай тұр. Ол ана исламистердің қазақтың дүниесі исламнан әрі өтпейді деген ұғымнан шыға алмай отыр. Сондықтан одан әрі қарата көзқарасты жеткізетін, жіберетін болса, Шыңғысханнан әрі қарата кетеді. Оның ар жағында түркіштердің, қараханиттердің тағысын дүниелер келеді. Ол түріктің дүниесіне келеді. Түріктің дүниесіне келгеннен кейін түріктерді Олжас Сүлейменов айтқандай 3-4 ғасырда ықпал еткен, тілін, мәдениетін өткізген, оның ар жағында гундар тілін, мәдениетін өткізген. Қазіргі таңда мына бізге енді кедергі болатын жер парсы тілі деген ұғым кедергі болады. Одан да қазақ өте шықса, әр жағында бүкіл дүние өзінің орнымен келіп бәрін орындайды. Ал енді бұл менің ойым, академический білінбес. Енді біреулер өтірік деп қабылдайды. Өтірік деп қабылдасаңдар, өтірік деңдер, керегін алыңдар, керек емесін сызып тастаңдар. Бірақ ой тастасаңдар, әр қарата ол дүниенің бәрі өзінің орнымен келетін. Қазіргі таңда сіздер өздеріңіздің шуларыңызға өздеріңіз сүрініп жүрсіңдер. Ана бүкіл сөздің бәрін қазақтың дүниесіндегі сызып тастап, енді соған қалай келерлеріңді білмей жатсыңдар. Я болмаса, өздеріңіздің датоға шатасқаныңызды түсіне алмай жатсыңдар. Ал осы менен ойымды мен шектейін. Көптен не қоймай бердім. Сондықтан солай. Қазақ құдайсыз болмаған. Бірақ Құдайды жаратушы деп түсінген. Онана жарататын үйленгенде, салтында, дәстүрінде, салттың дәстүрі бәрі дүниетанымнан келген. Дүниетаным деген кәдімгі мына жер бетіне келгеннен бастап сондай түсінік, ондай үлкен түсінік ана амнан басталып мінақта бітетіндей
періште болып келіп, адам болып өтетіндей, осы өмірдің бәрі сенің ата бабаңнан бастап, мына қазірге дейін тозақ пенен жұмақ екенін көрсетеді. Тозақта өмір сүргендердің өмірі, кәдімгі дұрыс жүрмегендердікі тозақ болады. Бич Божий, Аттилаға сөйтіп айтқан, олар келіп жаңағы өркениет орнатып, мәдениет орнатып жүрген. Сондықтан біздің қазақта бәрі жұмақ үстінде тұрған. Ал адамгершілікке, адам деген сөзге келімсек, оның үлкен ұғым екен, ол ұғым мұсылман деген сөзбенен байланысты екен, ол қазақ деген сөзбенен байланысты екен, ол кәдімгі үлкен философия екен, және тәңірменен байланысты екен. Оны ешкім жоққа шығара алмайды. Қазіргі таңда соған әркім әртүрлі жолдармен келе жатыр. Ал қадамдарың құтты болсын, дүниелерің орны толсын, түсініктерің мол болсын. Тіке жететіндей жол болсын. Ал сау болыңдар. Керегін алып, керек емесін сызып тастаңдар. Әдемі жеткізетіндер болса, бәріңізде ана сызып қойған концепция, схемалардан соған келатсыңдар. Ол схеманы кезінде менсінбей қарамадыңдар, елемедіңдер, бірақ содан айналып өте алмайсыңдар. Қалай келгенде де придете к этому.